менің де сұрағым баяндамашыға, құрметті Нұржан Молдиярұлы. Жалпы су кодексінің 82-ші бабы 6-шы тармақшасында жерасты су бассейні туралы бар. Ол жерде жерасты суының деңгейін, оның құрамына тұрақты мониторинг жүргізу, сонымен қатар санитарлық қорғау мәселелері нақты қарастырылып бекітіліп отыр. Енді менің сұрағым Ырғыз ауданындағы жерасты бассейніне байланысты. Биыл тасқын су келген кезде Ақтөбе облысында бірнеше аудан суға кетті. Бірақ Ырғыз күні кешеге дейін Нұра ауданы бар, басқа да ауылдар бар, олар қайықпен қатынады. Біз енді өзіміз су маманы емеспіз, бірақ сіздің министрлікке хабарластық. Халықтың алдына барғаннан кейін, жағдайын көргеннен кейін бізге ғалымдар айтты, ол жер астына кететін су, ол кеуіп кетпейді деді. Енді сұрақ келесідей. Жалпы осы Ырғыз ауданының жерасты су бассейнінің құрамын, сонымен қатар оның деңгейін тұрақты мониторингілеу қалай жүзеге асырылады? Алдағы 5 жылдықта, одан кейінгі 10 жылдықта, тіпті келесі жылы осындай тасқын су мәселесі болмас үшін сіздің министрлік қандай шаралар қабылдап жатыр? Сонымен қатар мынау мұздықтардың еруі, климаттың өзгеруіне байланысты осы Ырғыз ауданындағы жағдайға байланысты қандай ғылыми зерттеу болжамдар жасалып жатыр? Рахмет. Жалпы осы жерасты суларды жаңа айтып кеттім, мониторингтер үшін арнайы қызмет құрылды, Қазгидрология ұлттық. Бүгінгі күні біз қазір өнеркәсіп және құрылыс министрлігімен бірге соларда бар мәліметтерді алып жатырмыз. Айту керек, 4500-ден астам бізде жер асты су қорлары орындары бар. Ол реттелген. Совет үкімет кезінде өзіміздің осы егемендік алған уақыттан бастап зерттеу жұмыстары жүргізілген. Оның әр облыс бойынша бүгінгі күні біздің картамыз бар. Әр сөйердегі скважина бойынша, оның дебеті қанша метрден шығады. Ол мысалы күнделікті қанша суды көлемде пайдалануға болады. Ол карта бар. Бірақ енді өзінің уақытысы бар. Сол уақытысы біткен соң біз оны міндетті түрде жаңалап тұрмыз керек. Осымен біздің жаңа құрылған Қазгидрология қызметі осымен айналысады. Оның ішінде жаңа сіз көтеріп атқан Ырғыз ауданында рас, сөйерде мынау су тасқыны кезінде үлкен су келген соң өрде су көп жиналып қалды. Біздің есебіміз бойынша өрде 1 миллиардқа жоқ су жиналды. Бірнеше рет біздің мамандарымыз барды, көрдік. Енді су кодексте біз бірінші рет соны жазып жатырмыз. Осындай су тасқыны кезінде міндетті түрде біз бірінші кезекте мүмкіншілік болса жер асты су қорын толтыруымыз керек. Ол кодексте сондай талап бар. Ал енді оны енді қайтадан қалпына келтіру қалай кететін? Енді мысалы Қостанай облысында жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп үлкен біз тура сондай жағдай болды, арнаны қаздық. Қазір сол арнамен Қарасу ауданында мысалы су өзенге түсіп, ары қарай уже Ресей мемлекетіне кетіп жатыр. Әрине осындай жұмыстар атқарылады.